Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 154-ші сабақты өтетін боламыз. Математика 3-ші сынып 4-ші тоқсан. Бүгінгі сабағымыздың аты үш амалмен орындалатын есептер шығару. Қазір біз бірінші тапсырманы орындайтын боламыз. Айтпақшы балалар, сізде бүгінгі сабақта сен үш амалмен орындалатын есептерді моделі және шығару білесің. Балалар, сіздерге көп деген рахмет айтамын. 80 подписчикке беріңіздер. Енді кішкене 100 подписчик жинап берсеңіздер, сіздерге қазақ тілі әр сабақтарды түсіріп беретін боламын. Және де менің уақыттарым болмай жүр кейбір кезде, сондықтан сіздерге кейбір кезде видео түсіріп тұрамын. Сенбі, жексенбі, немесе дүйсенбі, сейсенбі, 7 күннің бір аптада бір видеодан, 2 видеодан түсіріп, 3 видеодан жіберемін. Ал енді бірінші тапсырмаға қарайық. Көрейік те білейік. Орталық Азияда ең биік дөңгелек қай дөңгелек екенін білесің бе? Иә, білемін. Бұл Алматы қаласында мега ойын-сауық орталығының алаңындағы шолу дөңгелегі екен. Көріне ме? Шолу дөңгелегі. Үлкен дөңгелек болады ғой. Сол үлкен дөңгелек. Бірінші тапсырмада өрнектің мәнін тап. Шолу дөңгелек биіктігін тап, метрмен дейді. Ол үшін біз бұны да баған түрінде сіздерге көрсетейін. Жанар әпкелеріне кішкене көмектесейін. Номер бірінші тапсырманың 61-ші бет. 802/2 бұл бірінші орындалады. Естеріңізде ме, бізде кітаптарыңызда айтқан еді, есте сақта. Бірінші орындағанда амалдармен 802/2 деген сондайлармен бірінші көбейту орындалады. Көбейту болса, көбейтуді орындаламыз. Сосын бөлу орындалады. Бөлуді орындаймыз. Содан кейін азайтуды, сосын қосуды орындалады. Сосын азайту орындалады. Түсінікті ме, балалар? Ал енді біріншіге қарайық. Бірінші біз қайсын орындаймыз? Әрине 802/2. Сосын 802-ден бөлеміз 2, бұл біріншісі болды. 802-ден бөлеміз 2, тең 401 шығады. Енді 660-ды бөлеміз 6-ға. Бізде 110 шығады. Сол 110 мен 401-ді екеуін қоссақ қанша шығады, балалар? 511 жарайсыңдар. Енді 511-ден азайтамыз. 451-ді қанша шығады? Бізде 60 шығады. Жарайсыңдар, балалар. Осында келе жазамыз. Сосын баған түрінде сіздер қазір көрсетемін боламын. Осылай, міне баған түрінде орындалғанда осылай орындалады. Жазып аламыз. Осылай жазып алыңыз. Ал енді келесі тапсырмаға қарайық. Екінші тапсырма бұл өзіндік жұмыс. Бүгінгі күнді жазып, сынып жұмыс деп, үш амалмен орындалады есептер шығару деп үстіне жазып, осылай тапсырманы жазып алыңыз. Жаңағы баған түрінде көрсеткен, соны астыға жазып алыңыз. Енді екінші тапсырма. Айтпақшы балалар, сіздер Алматыда мега ойын-сауықтың орталығында алаңында шолу дөңгелек туралы білмейді, кейбірлеріңіз білмейсіздер. Бұны мінгендері де бар. Сіздер қазір видеоны көрсетемін. Міне оқушылар, осыны сіздерден Нұрия шолу шеңбері деп аталыпты. Бұл видео емес екен, балалар. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың асы дейді. Шолу дөңгелегіндегі 24 стандартты орынның әр қайсына 6 адамнан отырып тыңдап алыңыздар, балалар. Ал 12 жайлы жабдықталған орынның әр қайсысына 4 адамнан отырды. Шолу дөңгелегіне барлығы неше адам отырды белгісіз. Сіздер қазір көрсетемін. Балалар, осылай дәптерімізге жазып аламыз. Бірақ балалар, мен бұны басқаша да жазғанмын. Сіздер қазір көрсетемін. Оқушылар, менікі осындай шыққан 24 орынға 6 адамнан 12 орынға 4 адамның барлығы белгісіз адам. Мен есіп жазғам. Жаңа әпкелеріңдікі немесе менікін жазып алыңыздар. Ал енді әсіне қарайық. Енді әсіне. Әлияның 600 теңгесі болды. 600 теңге. Ол 165 теңгеден 2 билет. 165 теңгеден 2 билет. Әлия неше теңгесі қалды? Қалды белгісіз теңге. Сіздерге қазір көрсетемін.
міне осылай жазып алсаңыздар болады. Ал мен оны сіздерге көрсетпей қойсам да болады. Осыны жазып алыңыздар. Мысалы, мен сізге шешуін айтайын. 600 азайту 165 көбейту 2 қанша болады? 270 болады екен. Жауабына Әлияның 205, 270, 270 теңгесі қалды. Үшінші тапсырмаға қарайық. Бос орынға тиісті сандарды қой. Мен сіздерге сандарды қойып көрсетіп қоямын. Сіздерге қазір дәптерлеріндегі бәрін көрсетіп шығамын. Міне осыларды жазып алыңыздар, оқушылар. Төртінші тапсырмаға қарайық. Асы. Тік төртбұрыштың ауданы белгілі. Оның ұзындығы мен ені қанша? Барлық мүмкін нұсқаларды жаз дейді. Сіздерге қазір көрсетіп балалар, сіздерге көрсетілген бұл жерде осылай өзіміз кесе бойынша немесе жазба түрінде жазсаңыздар болады. Ағай жалғастырып көріңіздер. Оқушылар, міне осыны әсін оқып бергенсе, тік төртбұрыштың периметрін белгіле. Оның ұзындығы мен ені қанша? Барлық мүмкін нұсқаларды жаз. Қайтадан оқып берейін. Әсі. Тік төртбұрыштың периметрін белгіле. Оның ұзындығы мен ені қанша? Барлық мүмкін нұсқаларды жаз дейді. Мысалы, біз бұларды жазып қойдық. Дәптерімізге де осылай жазып алсаңыздар болады. Енді номері 5-ші тапсырмаға қарайық. 5-ші тапсырма 62-ші бет. Асы. Диаграммада Астанада Хан Шатыр ішіндегі ойын-сауық орталық келген демалушылар туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтарға соны топта балаларға қой дейді. Мысалы, балалар, мен бұлай құрастырар едім. Өзіңізде қазір ойланып құрастырсаңыздар болады. Сіздерге бірінші құрастырамыздар, сосын мен айтайын. Номер 5-ші тапсырмада былай жазамыз балалар. 15 қосу 11 қосу 31 қосу 10 қосу 68 135. Қайтадан айтайын. 15 1 5 15 қосу 11 15 қосу 11 31 31 қосу 10 31 қосу 10 қосу деп жаза береміз. Қосу 68 қосу 68 135 деп жазамыз. Мысалы, мен бұлай құрар едім. Демалушылар, қанша демалушылар кафеге барды? Мысалы, қанша демалушы кафеге барды балалар? Әрине 10 демалушы кафелерге барыпты. Космо ойын-сауық орталығында қанша бала, қанша есек, қанша ел адам барды дейді. Оны табу үшін біз балалар санайық. Мысалы, 68 дейді. Сонда бізге космо ойын-сауық орталығында барлы 68 адамдар барды деп осылай қылсаңыздар болады. Енді 6-шы тапсырмаға қарайық. Осылай әсін өзіміз есеп құрастырып оларды шығар деді. Мен өзім есеп құрастырдым. Осыны жазып алыңыздар. 6-шы тапсырма. Көбейткіштердің квадратын көбейтінділермен алмастырып олардың мәнін тап дейді. Жақша ашылған 4 2 деп тұр. Бала 4 2 дегеніміз не? Әрине, бұл жерде 2 4 берілген. 4-ке 4 көбейтсек 16 болады. 7-ге 7-ді көбейтсек қанша болады балалар? Соны қазір ойша шығарамыз. 7-ге 7-ді көбейтсек бізде 49 болады екен балалар. Көрдіңіздер ме? Содан кейін бөлу 5. 5-ті бөлеміз. Дәптер осылай жазыңыздар. Мен сіздерге қазір жауаптарын көрсетемін, бірақ мына жерде 4 көбейту 4 қосу 7 көбейту 7 жақша екіншісінде тұр. Осылай ары жалғастырып жазыңыздар. Оқушылар, осылай жазылып беріліп тұрған осыны жазып алыңыздар. Балалар, осылай жазып алыңыздар. 7-ші тапсырма екілік қатар. Заңдылықты анықта және оның кемінде 4 мүшесі жазып қатарды жалғастыр. Ал әсін өзіміз жазып көріңіздер. Сіздерге осылай түсіндіріп бергенім
бір жыл болды, немесе осы 9 ай, 12 ай, қазір айтам, 11 ай болды, 11 ай, осы мамыр 12 айға сонда бір жыл болады. Сондықтан осылай әсін өзіңіз жазып қойыңыздаршы. Балалар, назарларыңызға рахмет, көп бүгінгі балды саны. Кім бірінші тапсырмадан, кім осыны шығарып алды, бірінші тапсырмадан соған 2 балл қоямыз, ал екінші тапсырмаға да 2 балл, сонда 4 балл болды. Ал үшінші тапсырмаға 4 балл қоямыз, өйткені 4 берілген, сонда бізге 8 балл болды. 4-ші тапсырмаға 2 балл, 10 болды. 5-ші тапсырмаға 2 балл, 12 балл болды. 6-ші тапсырмаға 3 балл, 15 балл. 7-ші тапсырмаға 2 балл, сонда 17 балл. Сонда барлық 17 баллды жинаған балалар жарайсыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.